Мхм. Егер сұрақтарың болса ұялмай қоя бер. Енді есепке кеттік. Бізге қазір мына формула анда санда бір керек болады. Көп керек емес, бірақ дәптеріне жазып қой, мынаны жаттап алу керексің. Жаттау өте оңай. Қазір есеп шығару барысында қалай жаттамау керектігін көрсетемін. Тез жаттап алу керектігін. Так, кеттік. Мысалы, бірінші есеп бізге тоқталайық. Бірінші есепке. Бірінші есеп. Арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесі 7-ге тең, айырмасы 3-ке тең болса, оныншы мүшесін табыңыз дейді. Арифметик прогрессияның бірінші мүшесі 7-ге тең десе, мен не істеймін? А1 тең болады нешеге деймін? 7-ге тең деймін. Себебі есептің өзі айтып тұр ғой, бірінші мүшесі 7-ге тең деп. Айырмасын қалай белгілейтін едік біз, ғалымжан? Қандай әріппен белгілейміз айырмасын? Дұрыс, д мен белгілейміз. Значит, жазып қоямыз. д тең 3-ке. Яғни бұл сандар 3-ке қосылып жатыр деген сөз. Оныншы мүшесін табыңыз. Енді қара. Бірінші жерге, мысалы, біріншісі 7 деп жазсам, келесін қандай сан қылып жазам? 10 деп жазам. Келесін 13 деп жазам. Келесін 16 деп жазам. Не үшін олай жазып жатсың десем, мен айырмасын білемін ғой 3-ке тең екенін. Аламда әрқайсысы 3-ке қоса берем, қоса берем, қоса берем. Нешеге дейін бару керекпін? 10-шы мүшесін тап деп жатыр. То есть 10-шы орында тұрған санды тап деп жатыр ғой. А10. Сонда мына қара. 4-еу жаздым. Міне 5-еу, 6-ау, 7-еу, 8, 9 и 10. Нешеге тең екен? 10-шы мүшесі 34-ке тең екен. Түсінікті ғой, қалай істегеніміз. Бірінші санды жазып алдым, міне А1. Сөйтіп, А10, А13, А16, А19 деп әрқайсының 10-шы санға дейін жаздым. Мынау бізде не болды? А10. Бізде 10-шы мүшесі тап деді міне. Аха, бұл енді мен түсіндіргенім, жалпақ тілде түсіндіріп бергенім. Енді формуламен қалай болады деген сұрақ келеді. Ертең бүйтіп қосып отырмайсың ғой. Үлкен сандар бесерсен, мысалы. А100 тап дерсе 100-ге дейін барып отырасың ба? ОБТ-да бір ғана есебін дұрыс болады, егер дұрыс шығарса, онда 100-ге дейін шығаратын болса. Қате болады ол деген. Бізде өмірде желдетуші математикада не пайда болған? Формуланы ойлап тапқан. Оны былай есептейсіз міне. Формула А10 деп жазасыз міне. Тең болады. 10-шы санды іздеп жатсың ғой себебі. 10-шы сан. Так, А1 бірінші санға қосамын. Енді қазір индекс деген сөзді білесің бе? Индекс деген. Индекс. Индекс деп отырған міне мыналар міне. Мыналар. Осылармен жұмыс істейсің қазір. Индекс деп отырған мына астында, егер де қандай да бір әріптің астына бір жазылатын болса, мысалы А7 десе, мына 7 деген индекс деп аталады. Индекс деп аталады. Енді қара. Осылармен жұмыс істейсің. 10, сосын 1 тұр. Енді сен ойланасың, так, мен бірге қандай санды қоссам 10 шығады деп ойланасың. Себебі мына жерде 1 тұр ғой. Оған қосып жатсың мына жерден. Қосып жатсың. Қандай санды қоссаң, сенде 10 шығады. Бірге дұрыс 9-ды қоссаң 10 шығады. Мына сен индекспен жұмыс істеп отырсаң, былай жазасың міне қара. Так, аха, 1 тұр. Так, мен оны нешеге қосу керекпін? 9-ға қосу керекпін деген сөз. Міне, мына 1 мен мына 9-дың қосындысы міне. Бұл негізі көп жерлерде айтпайды бұны. Формулаға қой, мынаумен шығар деп атайды міне. Мынаумен шығар деп айтады. Біз онымен шығармаймыз. Біз өзіміздің ойымызбен шығарамыз да, логикамызбен. Мына 1-ге 9-ды қоссам не шығып тұр? 10 шығып тұр. Болды, мен не істеймін оны деген формулаға қойып индекспен жұмыс істеймін. Так, 1 тұр ма? Так, 1-ге неше қосып жіберсем 10 болады. 2 тұрса, мысалы, 2-ге неше қоссам 10 болады деген секілді жұмыс істейсің. Міне формула дайын. Әрі қарай орнына қоямыз. Мен А10-ды білмеймін не екенін. А10 тең болады. А1 нешеге тең? А1 7-ге тең. Қосылған 9. Д мен 9-дың арасында көбейту бар. Міндетті түрде көбейту бар.
д нешеге тең? Үшке тең. Так, шығарайық. Кәдімгідей төртінші, бесінші класс. Жеті қосылған. Тоғызды үшке өтсең 27 болады. Бірінші көбейту орындалады, сосын барып қосу орындалады. Ал жетіге 27-ні қоссам неше болады? 34 болады. Яғни бұл жерде АО нешеге тең болып тұр? 34-ке тең болып тұр. Түсінікті ма? Формуламен қалай шығарамыз дегенді? Иә дейді. Аха, енді қара. Мана біз жазған кезде АО нешеге тең болады? 34-ке тең болады. Формуламен шығарсақ та неге тең болып тұр? 34-ке тең болып тұр. Екеуі бірдей. Жалпы бұл арифметик прогрессия деп аталады. Әрмен қарай. Есепті көп шығару барысында қазір тағы да түсіне жатасыз.